Абай Қарорман жұртын білімге, ғылымға, еңбекке ерен үндеген ақын. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреу жарытпайды, жолда жоқ жарместі жақсы демек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз. Ғылым сол, үшеуінің жөнін бөлмек деп, нағыз күш ғылымда деп ой теген. Ал ғылым білімнің қайнар көзі әрине кітапта. Бүгін біз Елорданың төріндегі Елбасы кітапханасына саяхат жасамақпыз. Рас, Астана бүгінде тек саяси емес, ірі рухани орталыққа да айналып келеді. 17 жыл ішінде көркі көз тартар, мәдени рухани ошақтар көптеп бой көтерді. Қазір Әсем Изатқызы осынау әйдік те әдемі, пошымы бөлек. Осы заманғы сәулет өнерінің озық үлгілерінің бірі санатындағы Елбасы кітапханасының тынысымен таныстырсын. Артық білім кітапта, ерінбе оқып көруге. Ұлы Абайдан қалған ұлағат бұл. Расында қазір білімдінің заманы, ғылымның ғасыры. Күшті білекпен емес, біліммен дәлелдейтін дәуір. Елімізде біздерді оқысын, көңілімізге тоқысын деп кітапхана көп салынды. Солардың бірі һәм бірегейі Елбасы кітапханасы. Былтыр ғана бой көтерген ғимараттың құрылысы ерек, ішіндегі кітаптар кездеседі сирек. Өте құнды, бірақ қолжетімді. Сәулетті сарай дәулетті бас қаланы әрі жас қаланы әйгілейді. Сырттан қараған қауымға биікті шолған көз жанарын елестетеді. Бұл болатын елдің болашаққа, алысқа қарайтынын білдірсе керек. Ал іші төңілікті түріп тастаған қазақтың киіз үйін елестетеді. Бұл салт дәстүрді ұлықтайтын ұлы халықты аңғартса керек. Ғимарат 9 қабаттан тұрады. 30 мың шаршы метрге жуық жерді алып жатыр. Диаметрі 81 метрге жетеді. Бір мезетте 500 адам сыйғыза алатын көпшілікке арналған көрікті кешен. Бұл кітапхана классикалық түрдегі кітапхана емес. Классикалық түрдегі мұрағаттық мекеме емес. Экспозицияның өзінде біз енді музейге жатпаймыз. Бізде Елбасының жеке кітапханасы. Кітапхананың бірінші қабаты көз тартады. Көпшілік осында суретке түседі, естелік үшін. Екінші қабат президент экспозициясымен ерекше. Елбасы идеялары шартты түрде 6 тақырыпқа топтастырылып, интерактивті үстелге жиналған. Біріншісі Қазақстан патриоты деп аталады, екінші үстелге сөз құдіреті деген айдар тағылған. Үшінші интерактивті үстел Евразия жүрегінде деп аталынады. Бүгінде Евразия жүрегінде Астана қаласы бой көтерді, көптеген ғимараттар салынды. Астананың ауысуы туралы көптеген құжаттар мұрағаттан алып, Астана туралы материалдармен таныса аласыздар. Төртінші интерактивті үстел өзгерістер қуаты. Бесінші үстелді бастамамен әріптестік дейді. Соңғысының атауы бейбітшілік пен келісім. Айтпақшы осы қабатта Елбасыға әр кездерде сыйға берілген жәдігерлер жетеді. Бүгінгі дейін бұл кітапхананың табалдырығын 6000-нан аса адам аттаса, 6 елдің президенті бас сұққан. Олардың да тартулары төрде тұр. Мұнан жаңадан орнатылған қару-жарақ сөресі, мәселен мына жерде дүгілге арналған қару жинақтары қойылған. Бұл Ұлыбританияның 18-19 ғасырлардағы қару-жарақтары. Мына жерде қарасаң, көпес Захар Кузьмич Дубковскийдің таяқшасы Ресей Федерациясы Владимир Путиннің сыйлаған сыйы 19 ғасырдың заты. Бұдан бөлек министрлердің, елші әншілердің, спортшылардың да сыйлығы сақтаулы. Ал космонавт Талғат Мұсабаевтың мына дүниесі тіпті құнды. Қолмен ұстап көруге рұқсат жоқ. Талғат Мұсабаевтың ғарышқа ұшқан сәтінде өзімен бірге осы Құран кітапты алып кеткен екен. Алдарыңызда сол Құран кітапты Елбасына 2001 жылы сыйға тартады. Үшінші қабат Елбасының жеке кітапханасы. 20 мыңға жуық құнды кітап сақтаулы. Үлкен 3 көрмеден тұрады. Бірінші жеке коллекциясы. Онда өкілетті елшілердің берген кітаптары қойылған. Әрі сирек кітаптар да осында. Екінші тәуелсіз Қазақстан көрмесі. Егемен ел болғалы бағындырған белестер мен атқарылған игістердің тарихи құжаттары бар мұнда. Үшінші көрме біздің президент. Астананың ауысуында да бірге блокноттар қойылды. Онда да Елбасы өзі бірінші квартал, екінші квартал, үшінші кварталда қалай жұмыс жасалыну керегі жайлы жазылған блокнотын қойдық. Астананың картасы, мынау да өте жақсы құнды. Елбасының өзінің қолтаңбасымен жазылған. Астанаға келдік, боран, Көкшетауға пойызбен баруға тура келді деген өте керемет блокнотында жазылған салып архивке қойдық. Көпшіліктің көзайымына айналған кешенге келуші көп. 1-10 маусым аралығында ашық есік күндері өтті. Кітапхананың сол 10 күнді
3000-нан аса адам аралапты. Жасы да, жасамысы да бар. This is my first visit to the library of President Nazarbayev. Мен елбасы кітапханасына алғаш рет келіп отырмын. Бұл тек әсем әрі әйдік ғимарат қана емес, мазмұны жағынан да ерек ғимарат. Өйткені бұл тұңғыш президенттің кітапханасы ғой. Назарбаев кітапханасының болғанын мен құптаймын. Еңбегі сіңген адамды қашанда бағалаған жөн деп санаймын. ақш тарихында да осындай президент кітапханалары бар. Nazarbayev is also a monument to the country of Kazakhstan. Кітап өмір айнасы. Егер мемлекеттің құрылуы, қалыптасу һәм даму жолын ой елегінен өткізгіңіз келсе, рухани байығыңыз келсе, кітапханаға келіңіз. Өйткені елбасы кітапханасының ғимараты қаншалықты биік болса, ішіндегі қазына соншалықты терең, шыңырау. Әсем Изатқызы, Азамат Кәкенов, Апта КЗ.